Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, қатпарлы, қытырлақ қаттама дайындағыңыз келсе, міндетті түрде видеомды соңына дейін көріп, қызықты маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Бөлме температурасындағы суымызға бір қасық тұзымызды, бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, араластырып алатын боламыз. Бізде тұзы еріп, жұмыртқасы сумен бірге бірігуі керек. Осы кезде 500 грамм ұнымызды сетадан өткізіп дайындап аламыз. Аз-аздан сала отырып, бізде ұнымыз біткенше қамыр илейтін боламыз. Оның тығыздығына байланысты, егер қолыңызға қамырыңыз жабысып жатса, оны қосымша пайдалансаңыздар болады. Бізде әдемі, жылтыр, орташа тығыздықтағы қамыр дайын болады. Не бөлек қосымша тағы да қолымызбен илеп алатын боламыз. Одан кейін 5-10 минутқа тындыруға жібереміз. Менің каналым өте пайдалы, каналымда түрлі рецепттер бар. Құрамы қолжетімді, дәмді, өзгеше, ерекше тағам іздесеңіз, міндетті түрде менің каналымнан табасыздар. Біздің қамырымызды илеп болдық, 5-10 минутқа тындырамыз. Бетін осындай салапамен жауып қоямыз. 5-10 минут уақыт өткеннен кейін тестімізді алып екіге бөлетін боламыз. Қолыңызбен бір қайтара илеп жіберіңіз. Одан кейін екі бөлікке бөліп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Екінші бөлігін демалдыруға қоямыз. Егер сіз қамыр жайып білмейтін қыз-келіншек болсаңыз, осындай қаттамадан, самса тестінен қамыр жайып үйреніңіздер. Қатты доңғалақ етуді қажет етпейді. Осындай қаттама самса пісіріп қамыр жайып үйренсеңіз болады. Жұқалап, оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Менің каналымда күнде жаңа рецепттер салып отырамын. Мені бақылап, қолдап, қарап жүріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз міндетті түрде Меруерт асханасына керек. Тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытып кетпеңіз. Біздің қамырымыз дайын болды, өте жұқа, әдемі болып жайылған. Сексен 2% сармайымызды ерітіп алып, үстіне жағып шығатын боламыз. Бір тегіс етіп барлық жеріне осындай арнайы кесішкімен. Сармайыңыз жоғарғы сапада болса, тіптен жақсы. Сіздің қаттамаңыз қытырлақ, хрустящий болып шығады. Осындай етіп аз көктен, көк бияздан пайдалансаңыздар болады. Мен укроп пайдаландым. Жаз мезгілінде қатырып, тоңазытқышта сақтаған укробым. Видеосы өзімнің каналымда бар. Сол жерден қарап, сіздерде әдіс тәсілімен жасап, қатырып қойсаңыздар болады. Екінші жайылған қамырымызды үстіне жауып алатын боламыз. Екеуін теңдей етіп біріктіріп, одан кейін тағы бір слой сармайымыздан жағып, үстіне ас көгімізді сеуіп,
орайтын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Міне осындай етіп кесіп шығатын боламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай орап алатын боламыз. Міне осылай етіп тартып орасаңыздар, керемет жұқа әдемі болып шығады. Менде 4 дана қаттама шықты. Оның 2 данасын пісіріп алатын боламын. 2 данасын тоңазытқышқа сақтап қоямын. Жұмыстан келгенде пісіріп алуға оңай болады. Сіздер де осы менің әдісіммен жасап қатырып қойыңыздар. Өте дәмді, сочный болып шығады. Менің каналымнан қандай рецепт түргілерін көргілеріңіз келеді, соны да комментария бөліміне пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міндетті түрде сіздің пікіріңізді оқып, кері байланыс жасайтын боламын. Не бізде 4 дана қаттамамыз дайын болды. Енді кей өңірлерде пәтір-нан деп атап жатады. Сіздің өңіріңізде қалай аталатынын комментария бөліміне пікіріңізге қоса қалдырып кетіңіздер. Не біздің тоңазытқышқа бір 15-20 минутқа қатырып алдым. Енді оқтаудың көмегімен осылай дөңгелектеп, жұқалап, жайып шығатын боламыз. Қазанымызды газымызге қойып, аз ғана сұйық майымызды құйып, екі жағын айналдыра қызартып пісіріп алатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар, ерекше дәмді болып шығады. Және де бір жасағаннан оңай шығатын қаттама. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Не дәмді, әдемі болып піскен ас болсын.